Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі берген қызмет жобасын бастаймыз. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті ерен қызмет ақпараттық жобасының кезекті шығарылымы. Жоба мақсаты мемлекеттік қызметтің жай-күйі, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер және олардың алу тәртібі, мемлекеттік қызмет туралы заңнама талаптары, мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын сақтау мәселелері бойынша халықты ақпараттандырып, қызмет барысымен таныстыру болып табылады. Бүгінгі эфир қонағы Астана қаласы әділет департаменті мүліктік емес сипаттағы талаптарды орындау бойынша аумақтық бөлімінің басшысы, аға сот орындаушысы Искеров Нұржан Болатович келіп отыр. Қош келдіңіз. Нұржан Болатович, атқарушылық құжатты тіркеу неше күн ішінде жүзеге асырылатыны туралы айтып берсеңіз. Қазіргі таңда мемлекетімізде әділет органдары құқықтық тәртібін қамтамасыз ету мен мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша маңызды рөл атқарады. Осы әділет органдарының негізгі функциялары мен қызметтердің бірі осы өндіріп алушының өтініші бойынша атқарушылық құжаттың негізінде атқарушылық іс жүргізуді қозғау мемлекеттік көрсетілетін қызмет. Осы аталған мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі мен қағидалары Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2020 жылғы 29 мамырдағы нөмір 69 бұйрығымен реттелген. Басында осы бұл мемлекеттік қызметке тоқталмай тұрып, атқарушылық құжат дегеніміз не дегенге тоқталып кеткелі тұр. Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес атқарушылық құжаттар бұл сот актілерінің негізінде берілетін атқарушылық парақтар болып табылады. Оған атап айтсақ, мысалы Астана халықаралық қаржы орталығы сотының шешімдері негізінде берілетін атқару парақтары, одан кейін біздің жергілікті өзіміздің соттарымыздың атқару парақтары, азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес берілетін сот бұйрықтары, сонымен қатар соттардың талап қоюды қамтамасыз ету немесе осы талап қоюды қамтамасыз етудің күшін жою туралы ұйғарымдары, сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте көзделген жағдайларда әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша шығарылған сот қаулылары немесе осы істер бойынша уәкілетті органның немесе лауазымды тұлғаның қаулылары болып табылады. Негізінде осы атқару парағында келесі мән-жайлар көрсетіледі. Ол соттың қай сотпен шығарылғаны, оның орындалу нысаны, одан кейін өндіріп алушы мен борышкердің толық атауы болу керек. Заңды тұлға болса, оның жаңағы бизнесі сәйкестендіру нөмірі болу керек. Жеке тұлға болса, жаңағы жеке сәйкестендіру нөмірі болу керек. Заңды күшіне енген туралы ақпарат болу керек. Одан кейін шығарылған мерзімі атқару парағының. Енді осы аталған бүгінгі айтып отқан мемлекеттік қызметті атқарушылық іс әрекеттің жасалу орны бойынша аумақтық әділет органдарына тапсырады. Осы жеке немесе заңды тұлға мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін мемлекеттік қызмет көрсетуге берілген өтініш пен құжаттар тапсырады. Енді тапсыру тәртібіне тоқталатын болсақ, бұл негізінде біздің аумақтық әділет департаментіне тапсырылады, немесе азаматтарға арналған үкіметтік мемлекеттік корпорациясына немесе портал арқылы да жолдай алады. Бұл құжаттар біздің аумақтық департаментке түскеннен кейін атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне енгізіледі. Енгізілгеннен кейін жаңағы мемлекеттік сот орындаушысына тапсырылады. Бұл ретте мемлекеттік сот орындаушы құжаттар келіп түскеннен кейін 3 күн жұмыс ішінде атқарушылық іс жүргізу қозғау немесе қозғаудан бас тарту туралы қаулы шығарады. Осы ақпаратты бұл жаңағы өтінім берушіге ақпарат береді бұл жайында. Егер де осы құжаттар топтамасы толық ұсынылған жағдайда өтінім берушінің өтініші қабылдаудан бас тартылады. Сот орындаушы атқарушылық іс жүргізуді неше күн ішінде қозғауы тиіс? Сот орындаушысы атқарушылық іс жүргізуді негізі 3 жұмыс күн ішінде қозғауға тиіс. Ол туралы қаулы шығарады, немесе қозғайды, немесе одан бас тартады. Сот орындаушыларында мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі не болып табылады?
аткарушылык иштерди козгоодон баш тартуу жанагы айтып кеткендей кабылы немесе ол кабылдан козгоодон баш тартуу болуп табылат. Қызмет алушының шағымын қызмет берушіге, мемлекеттік корпорацияға немесе Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігіне қарау мерзімі қандай? 5 жұмыс күні мерзімде қарайды. Ол электронды түрде қаралады ма? Жоқ, олардың көрсету нысаны электронды немесе жазбаша түрде болу керек. Мысалы, егерде соттың атқару қарары немесе соттың жаңағы ұйғарымдары болса, электронды түрде болса, міндетті түрде жаңағы штрих-код дейміз, QR код болу керек. Немесе өзінің жаңағы Нұржан Болатович, мазмұнды сұхбатыңыз үшін рахмет. Елге қызмет ету жолындағы жауапты қызметтеріңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылымымыз аяқталды. Егер сұхбатқа қатысты сауалдарыңыз болса, пікірге қалдыруларыңызға немесе мемлекеттік қызмет көрсетуге байланысты ұсыныстарыңызды департаменттің ресми парақшалары арқылы жазсаңыздар болады. Департамент кері байланыс үшін әрдайым ашық. Келесіде кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.